Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздерге алдында сабақтың кезінде уәде еткен онлайндағы сұранысты анықтаудың бірнеше жолын көрсететін боламыз. Менің есімім Айбек. Сонымен кеттік. Алдыңғы сабақта біз сіздерге онлайндағы сұранысты анықтаудың екі жолын көрсеткен болатынбыз. Ол бірінші Google-дың сервисін қолдану, екіншісі Яндекстің сервисін қолдану. Яғни екі жүйеде ол поисковик болып саналады, іздеу жүйелері, сондықтан да осылардың көмегіне жүгінуіміз керек. Ең алдымен бірінші сервисіміз ол Google AdWords деп аталады. Осымен танысамыз. Одан кейін екіншісі Яндекс WordStat, яғни подбор слов деген Яндекстің тегін сервисі. Және қосымша өзім тағы да бір сайтты сіздерге көрсетемін, Google Trends деген. Осы үш сайтты қолдану арқылы сіздер онлайндағы сұранысты анықтай аласыздар. Ең алдымен Google-ға келейік. Google-да сізде AdWords-ты қолдану үшін міндетті түрде сіздің Google-дың аккаунты болу керек. Яндексті қолдану үшін сәйкесінше Яндекстің аккаунты болу керек. Google-дың аккаунты болу үшін сіздер My Account Google.com сайтына кірсеңіздер, осы жерде, мына жерде сізге егер кірмеген болсаңыз, кіру деген батырма тұрады, көк батырма войти деп, сол арқылы кіруіңіз керек. Болмаса, создать деген батырма болады, сол создать арқылы өз аккаунтыңызды жасап аласыз. Google-дың бір рет аккаунт жасасаңыз, барлық сервисіне сізде қатынас ашық болады. Яғни Gmail-ды қолдана аласыз, Google AdWords-ды қолдана аласыз, Google Trends-ді қолдана аласыз. Кез келген Google-дың календары болсын, басқа болсын, барлық сервистерін қолдануға жол ашылады. Сондықтан да бір рет отырып, Google-дың осы аккаунтын ашып алыңыз. Яндексте де тура сондай. Мына Яндекстің өз аккаунтына кіріп, создать учетную запись десеңіз, өзіңіз Яндекстің да сервистеріне доступ аласыз. Сондықтан да осы екі аккаунтты ең алдымен ашып аласыз. Бұл сабақтың мақсаты аккаунттарды ашып көрсету емес, біз сіздерге сұранысты анықтауды көрсетеміз. Егер де аша алмай қиналып жатсаңыздар, коммент ретінде қалдырыңыздар, біз сіздерге ол аккаунттардың ашу жолдарында видео ретінде түсіріп беруге дайынбыз. Сонымен кеттік. Бізде Google-дың және Яндекстің аккаунттары бар дегенді есепке ала отырып, бүгінгі сабағымызды бастайық. Алдымен мына Google AdWords-тың сайтына келеміз. adwordsgoogle.com. Осы сайтқа барлығымыз кіреміз. Егер де сіз алғаш рет кіріп тұрған болсаңыз, Google сізден бірінші жарнамалық кампанияны жасауды талап етеді. Сіз барлығын жарнамалық кампанияны Facebook-тың таргетинг жарнамасын жасаған сияқты жасап шығыңыз. Одан кейін барып, мына жерде сізде барлық жарнамалық кампаниялар орналасады ғой. Сол жерден жарнамаңызды өшіріп тастауыңызға болады. Қорықпаңыз, бірден жасаңыз, мына жерде включенныйды приостановленныйға қойсаңыз, сіздің барлық жарнамаларыңыз өшіп қалады. Егер оны да жасай алмасаңыз, мен сіздерге бір жаңа аккаунт ашып, сіздер үшін түсіріп беруімізге болады. Ал қазір мен сіздерге мақсатым Google-дағы сұранысты анықтау. Сонымен сұранысты анықтаймыз. Яғни Google AdWords-тың сайтына кірдік. Кіргеннен кейін мына кілт сайманның суретін көрдік. Кілттің суретін басамыз. Осы жерде планирование деген арнайы бөлім бар. Планирование бөліміне өтіңіз. Осы жерде мына планировщик ключевых слов деген арнайы бөлім бар. Осы планировщик ключевых словқа өтеміз. Яғни кілт сөздердің жоспарлаушы. Осыны басыңыздар. Бізге жаңадан бет ашылады. Жаңадан ашылған бетте өзіңіздің ойлап жүрген, қандай тауарды сатуға болады деп ойлап жүрген тауарыңыздың кілт сөздерін дайындап алуыңыз керек алдын ала. Мысалы, біз алдыңғы жолғы сабақта сіздерге смарт сағаттарды көрсеттік. Ең бірінші тұрған мына поиск новых ключевых слов и получение статистики запросов. Яғни статистикалық сұраныстарын біз қазір біліп алу үшін ең бірінші бөлімге өтеміз. Поиск новых ключевых слов по фразе, сайту или категории дегенді басамыз. Осы жерге бірнеше сөзді жазамыз. Мысалға айтайық, смарт часы. Енді барлығын орысша жазуымызға тура керек, өйткені барлық жасалатын сұраныстардың 99% орысша жасалады. Жарнамаға қатыстысын айтып отырмын. Енді қазақша жасалмайды деген сөз емес, жасалады, бірақ Google-да жарнама беруге әзірге тек қана орыс тілі жарайды біздің қолданысымызда, немесе ағылшын тілі. Қазақ тілі әзірге қолжетімсіз. Смарт часы, умные часы деген сияқты бір нені алайық, бір сөзді алайық. Одан кейін мына жерде мына таргетинг, яғни сіз қай жерден көргіңіз келеді, сол елді қоясыз. Енді біз әрине Қазақстанды қоямыз. Егер қажет болса, мына жерден қалаларын қоюыңызға болады. Әзірге Қазақстан бойынша қарайық. Одан кейін все языки тұра береді, Google тұрады. Минус слова деген керек емес. Яғни бізге ізделмейтін сөздерді іздейміз, іздейтін сөздерді іздеуіміз керек. Сондықтан да біз пока смарт часымен қарап көреміз. Одан кейін период, соңғы қанша айда іздеген нақты көрсетуімізге болады. Соңғы бір жылдағысына біз қарастырып көрейік. Соңғы бір жылда ізделген сұраныстардың тізімін бізге Google көрсетеді.
Біздің іздеп жатқан сөзіміз смарт часы. Мына жерде өздеріңіз көріп отырсыздар, жасалған сұраныстардың саны тұр, яғни динамикалық график көрсетілген диаграмма. Бұл мысалы мына ақпан айынан біздің ақпан айымызға дейін, яғни толық 2018-дің қаңтарын қамтыған. Мына жерге жақындасаңыз, мына 33.330 рет запрос жасалған. Яғни ол дегеніміз не деген сөз? Мына жерге адам кіріп, мысалы адам Google-ға кіреді, өзінің сұранысын мына жерге жазады. Умные часы. Мына бір запрос болып тіркеледі. Көрдіңіз, бұл бір запрос. Тура осындай запростардың барлығы мына жерде бізге планировщик көрсетіп тұр. Солай 33 мың рет адам іздеген. Ең көп пиковый іздеген уақыттары, мына қарасаңыз, декабрь, яғни желтоқсан айы 2017 және қаңтары 2018. 41 мың запрос, мына жерде 40 мың запрос. Яғни осы айларда көп іздеген. Бұл не деген сөз? Яғни оған сұраныс осы айларда өседі деген сөз. Мынау сізге алдыңызға үлкен картинаны алып келеді. Біріншіден, мына бір айларда сізде саудаңыз да төмен болуы мүмкін, яғни сұраныс та төмен сәйкесінше. Мына мамыр айынан бастап, мына сәуір айынан бастап түседі. Сол түскеннен мына тамыз айына дейін түседі. Қыркүйек айынан бастап көтеріле бастайды. Бұл сізге подсказка, былайша айтқанда. Осы подсказканы пайдалануыңызға болады. Егер жарнама беретін болсаңыз, нақты осы кілт сөзбен, сіздің бір кликтің, яғни сіздің сайтыңызға өткендегі бір жарнаманың бағасы жобамен 11 центтің көлемінде болады деп сізге Google ұсыныс беріп отыр. Яғни бұны қолдануыңызға болады. Астына қарай өтсеңіз, адамдар тағы да осыған сәйкес қандай синонимдес, мағыналас сөздерді іздейді. Сол сөздердің де іздеу түрлерін берген. Осылардың барлығын асықпай өзіңіз отырып қарап, анализ жасауыңызға болады. Осы арқылы сіз осы тауарды нақты сатуға бола ма, онлайнда сатсам қалай болады деген сұрақтарға Google-дың осы сервисін қолдану арқылы өз жауабыңызды ала аласыз. Менің ойымша бұл сізге пайдалы болдау деген ойым бар. Сондықтан да осы сервисті қолданыңыздар. Егер сұрақтарыңыз түсінбей қалған жерлеріңіз болса, біздің осы каналдың, осы видеоның астында пікір ретінде мынаны нақты түсінбей қалдым десеңіз, мен сол жерге сізге скриншот жасап, суретімен нақты қай жерін басу керек екендігін көрсетіп тағы да бере аламын. Енді тағы бір рет көрсетіп жіберейін, қалай жасалатынын. Google AdWords-қа кіреміз, сайтымыз, біздің учетный записіміз бар. Google AdWords-ның сайтынан googleadwords.com сайтына кіреміз. Кіргеннен кейін кілттің суретін басамыз. Одан кейін планированиеге өтеміз. Осы жерде планировщик ключевых слов деген арнайы бөлім бар. Осы бөлімге өтіңіздер. Бұл бөлімге өткеннен кейін сізге арнайы бет ашылады. Осының ең бірінші жасылмен жазылған поиск новых ключевых слов дегеннің ең бірінші тұрғанын басасыз. Поиск новых ключевых слов по фразе. Мына жерге жаңағы фразаңыз жазасыз, мысалы смарт часы. Одан кейін ең астына келіп получить варианты деген көк батырманы басасыз. Ол сізге барлық ақпараттарын алып шығады. Осы жерге дейін түсінікті деп ойлаймын. Ешқандай қатты қиындығы жоқ. Түсінбей қалсаңыз, видеоны бірнеше рет қайталап көруіңізге болады. Оған түсінбей қалсаңыз, онда пікір ретінде пікірге қалдырыңыз. Біз сізге жауап береміз барлық сұрақтарыңызға. Енді тура осындай іздеу жүйесі Яндексте де бар. Бұл жерде айта кететін мақсат, не үшін екеуін де қолданамыз, AdWords-да және WordStat-та да. Себебі Қазақстандағы іздеу жүйелерінің ішінде Google бірінші орында тұрады. 80%-ға жуық статистика бойынша барлық сұраныстар Google-ға келіп түседі. 15-20%-ның көлемінде қалған сұраныстар Яндексқа келіп түседі. Сондықтан да біз Яндексті де қарап өткеніміз дұрыс болады. Сонымен мына Яндекстің іздеу жолағына жаңағы жазған сөзімізді қайтадан жазамыз. Өзіміздің, яғни нишамызды. Сіздер бірнеше ниша жазыңыздар. Бір ғана нишаны жазбай, бірнеше нишаны жазыңыздар, барлығын тексеріңіздер, трендтардың динамикаларын асықпай қараңыздар. Сол арқылы, яғни тауарды сатуға тұра ма, тұрмай ма, анықтап алуларыңызға болады. Сөзімізді жазамыз, по словам дегенді қоямыз. Осы жерде бұл автоматты түрде әдепкі бағдарлама ретінде тұрады. Подобрать дегенді баспай тұрып, все регионы дегенге бөлімге өтіңіздер. Все регионы. Бізге нақты керегі Қазақстан. Қазақстан болғаннан кейін міне СНГ дегенге келеміз. ТМД мемлекеттерінің ішіне плюс батырмасын басамыз. Осы жерден тек қана Қазақстанға галочка қоямыз.
егер нақты бір қалаға қатысты тапсырыс жасайтын болсаңыз, онда сол қаланы белгілеуіңізге болады. Барлығын алып тастап, мысалы тек қана Алматы және облысы немесе Алматы қаласы деп осылай жасауыңызға болады, сәйкес өзіңізге қажетіңізге қарай. Біз әзірге тек қана толық Қазақстан бойынша қарайды. Астына қарай түсеміз, таңдау батырмасын басамыз, болды. Қазақстан бойынша смарт часы деген сөзді соңғы айда мұншама рет іздеген. Мына жерде сізге барлық синонимдес сөздері, мағынасы жақын сөздер барлығы осы жерде көрсетілген. Асықпай қарап шығуыңызға болады. Мынаны бірнеше рет өзгертіп те жазып көріңіз. Умные часы деп жазып көріңіз. Тағы да GPS часы деп адамдар не іздеуі мүмкін, ойыңызға келген сөздерді жазып, сол сөздер арқылы тексеріп, сұранысты анықтап алуыңызға болады. Сондықтан да осы сөздерді қолданып көріңіз, сізге пайдасы тиеді. Бұл жерде де тағы ескерте кететін сөз, міндетті түрде сіздің Яндекстің жүйесіне тіркелуіңіз керек. Тіркеліңіз, тіркелгеннен кейін барып, сіз осындай тегін сервиске қол жеткізе аласыз. Тура осы WordStat сияқты, AdWords сияқты WordStatты тура осылай қызмет жасайды. Енді соңғы бір түрін көрсетейік, сонымен видеомызды аяқтаймыз. Бұл Google Trends деп аталады. Google Trends'де де тура осылай, бірақ бұл жерде нақты сөздерді қарауыңызға болады. Яғни қаншалықты сөздер трендте, қаншалықты сөздер танымал, яғни популярность жағынан қандай. Осы жерге өтіңіз, тура солай. Smart часы деп жазайық. Smart часы деген сөзді жазамыз. Бұл жерде де соңғы периодты көрсетуіңізге болады, және географиялық орналасуын көрсетуіңізге болады. Мысалы, бізге нақты керегі Қазақстан. Енді динамикасын қарайсыз. Бұл жерде динамикасы, яғни сізге 100 балдық шкаламен беріледі. Мына жерін басып сұрақ белгісін оқысаңыз, 100 балл дегеніміз ол ең жоғарғы танымалдық көрсеткіші деп жазылып тұр, байқасаңыз. Егер 50 балл болса, ол одан сәл төменірек, 0 балл болса, мүлде адамдар қызықпайды деген сөз. Яғни сұраныс жасалмайды деген сөз. Мына жерде айлар берілген, сәйкесінше 100 баллық шкаламен берілген. Яғни мысалы қай айда пиковый айлар. Мысалы соңғы декабрьде, яғни желтоқсан айында смарт часылар ең өзінің пигіне жеткен. Осындай нәрселерді осы жерден бүйтіп қарап алуыңызға болады. Яғни қай айларда сіздің тауарыңыз сұранысқа өте жоғары дәрежеде ие. Одан кейін әрі қарай тура осы сұранысыңыз бойынша Қазақстанның кез келген өңірі бойынша мына жерден қарап алуыңызға болады. Смарт часы бойынша Ақмола облысы 100%. Алдыңғы орында ең көп сұралатын және ең сапалы сұралатын Ақмола облысы. Егер сіз смарт часы сататын болсаңыз, ең бірінші Ақмола облысына жарнама жіберуіңіз керек. Одан Алматы облысына міндетті, Павлодар облысына, Қарағанды облысына, Атырау облысына. Қалғандар сәйкесінше төмен болады. Көрдіңіз, Шығыс Қазақстан, басқа өңірлерді қарасаңыз, олардан запрос мүлде болмайды. Сондықтан да сіз егерде жарнамаңызды, мысалы, Маңғыстау облысына жіберетін болсаңыз, онда сіздің жарнамаңыз сапасыздау болуы мүмкін. Немесе тапсырыс болмауы мүмкін. Сондықтан да мына өңірлерге, көкпен боялып тұрған өңірлерге ғана жіберетін болсаңыз, сізде тапсырыс болуы мүмкін. Яғни бұл сізге подсказка. 100% болмаса да сізге өте бір жақсы дәрежеде подсказка береді. Одан кейін мына бөлікте сіздерге тағы да тура осындай тақырыптағы мағыналас сөздер, яғни басқа да сөздерді қарап көруіңізге болады. Мына жақтан ұқсас запростардың тізімі. Тура осындай басқа қандай адамдар іздеп жатыр, қандай сөздермен іздеп жатыр, осы нәрселерді көруіңізге болады. Одан кейін бұл жердегі ең жақсы бір сервис бар, сравнить, яғни салыстыру. Айталық, сіз мысалы смарт сағат сатумен және смартфон сату, мысалы смартфон сату. Осы екеуінің арасында мысалға сіз ойланып жүрсіз делік, қайсысын сатқаным дұрыс, қайсысы өтімдірек болады. Енді осыны кеп қараймыз. Смарт сағаттікі көк түс, смартфондікі қызыл түс. Енді динамикасына келіп қараңыз. Мына динамиканы қарасаңыз, сізге соқырға таяқ ұстатқандай, мұны түсінікті да, қайсысын сатқан өтімдірек болатыны. Мына жерде смартфонды қарасаңыз, смартфонның динамикасы өте жоғары. Смартфонның динамикасы смарт сағатқа қарағанда өте жоғары. Сондықтан да егерде сіз бірнеше тауарлардың
түрлерінен ойланып жүрген болсаңыз, айталық мына жерге тағы да бір запрос жазайық. Мысалға қандай сөз болуы мүмкін? Мысалы ноутбук сатам ба, смартфон сатам ба, жоқ әлде смарт сағат сатам ба десеңіз, міне осы жерден сіз қажетінше, сәйкесінше қарап алуыңызға болады. Орташа есеппен алған кезде, мына өзіңіз қарасаңыз болады. Смарт сағат сатқаннан гөрі смартфон сатқаннан гөрі ноутбук сатқан сізге тиімдірек болуы мүмкін. Себебі сол сөздерді адамдар көбірек іздейді, сол нәрселерге запрос көп жасалады. Яғни Google-дың анализі бойынша осы нәрселерді сатқаныңыз дұрысырақ болады деген сияқты нәрселерді сізге көрсетіп беріп тұр. Сондықтан да осы сервистерді қолданыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болып қарасаңыз, мына картаның іші сап-сары болып тұр. Сап-сары дегеніміз ноутбук. Мына жерде қарасаңыз, ноутбук сап-сары болып тұрмыз. Яғни ноутбукты ерекше іздейді деген сөз адамдар. Сондықтан да осы жерден анализ ретінде өзіңізге қарап алуыңызға болады. Мысалы, ноутбукты бүкіл Қазақстан бойынша жарнамалай беруіңізге болады, көрдіңіз бе? Смартфонды да бүкіл Қазақстан бойынша жарнамалай беруіңізге болады. Бірақ смарт сағатты бүкіл Қазақстан бойынша жарнамаламағаныңыз дұрыс. Себебі заявка келмей қалуы мүмкін өңірлер бар деген нәрсені Google бізге алдын ала подсказка ретінде ескертіп тұр. Сонымен достар, бүгінге көрсеткен ақпараттарымыз сіздердің қажеттеріңізге жарады деп ойлаймын. Біріншісі Google-дың AdWords-ы, екіншісі Яндекстің подбор словы, үшіншісі Google-дың Google Trends деген тегін сервистер. Осы сервистерді қолданып, өз тауарыңызды немесе қызметіңізді интернеттегі сұранысын жедел түрде анықтап алуыңызға болады. Осы сервистерді қолданыңыздар. Егер осы сервистерді қолдансаңыздар, сіздердің дәлдіктеріңіз, интернеттегі жұмыс істеу дәлдіктеріңіз артады. Сонымен достар, сіздерге видео ұнады және пайдалы болды деген ойдамын. Ал түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, онда міндетті түрде бізге коммент ретінде осы видеоның астына қалдырыңыздар. Біз сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Сонымен достар, келесі видеода көріскенше күн жақсы болсын. Осы пайдалы ақпараттарымыз кәделеріңізге жарасын. Келесі сабақтарда, келесі видеоларда қандай тақырыпты біз қозғағанымызды қалайсыздар, оны да комментке жаза кетіңіздер. Біз сіздердің жазған сұраныстарыңызды, тақырыптарыңызды ескеретін боламыз. Соған сәйкес келесі видеоны дайындайтын боламыз. Достар, рахмет. Сіздермен болған Айбек. Келесі видеоларда жолыққанша.